Ата мен бала. Таң ертелерінде ақсақал малды жайлауға айдағанда өзімен бірге 3 айдан кейін 6 жасқа толуы тиіс немересін алушы еді. Бала қызығып оянып, шын көңілімен нағашы атасынан қалмай баратын. Өйткені биені саууға әкелгенде ол сауыт отыруға аса құмар еді. Күндердің бірлерінде шаруаларымен ақсақал қалаға кетті. Алдын ала өзінің сиырлары мен қойларын ертеңіне таңнан шығаруды көршісіне тапсырды. Немересі өзі оянып, әдеттегідей жүгенді ала салып, малдарын қорадан шығарды. Көшеде көршіні кездестіріп, онымен үлкен кісіше сәлемдесті. Сыпайы көрші өзінің күстенген алақанын кеудесіне жүрек тұсына қойып, сәлемге жауабын беріп, балаға күлімсірей қарады. Сол сәтте ауыл асыққан адамдардың дауыстары мен аш малдардың мөңіреулерімен толып, барлық көшелерден судай ағып қосылған өзенге ұқсап бара жатты. Ауыл тұрғындарымен бірге бала ауылдың шетіне дейін жетіп, өзеннің таяз жерінен өтіп, қырға шығып, үндемейтін бақташысы мақұлдап бас изегенше малды айдаса берді. Бала төбеде тоқтап, өзінен ұзақтап бара жатқан табынға қарап тұрды. Күн жоғары көтерілгеннен балғын шөптердің шығы жарқырай бастады. Таңғы салқын қайта бастап, бала кеудешесінің түймелерін босатып, енді жан-жақтағы төбелердің әсем еліктіретін көріністерге сүйсіне қарады. Жақын арада өріліп өзен ағып жатты. Оның арғы жағасында бала қонақтаған нағашы атасының ауылы көрініп тұр. Баланың ойын қазір салт атпен жүретіні толықтай баулап алды. Өзін тоқтата алмай, жүгенді қатты ұстап, ол орнынан ұмтылып жүгірді. Көздері жанып, мұрны тез-тез таңның суық ауасын дем алып, таушықтардың бөктерінде әлденеше көтеріліп, түсіп, бала қарағайдың ұзын сырғауылдарынан салынған үлкен шарбаққа дейін тоқтамастан жетті. Бас жылқышымен дауыстап амандасып, биесін ұстап беруді өтінді. Өзінің дөңгелек көздері мен мұрны үшін бүркітке ұқсаған суық түсті бас жылқышы төңірекке аса танымал ақсақалдың биесін ұстауға көмекшісіне ишарат етті. Бір сәтте бала биік күрең биенің кең арқасына отырғызылды. Ал оның тынымсыз құлыны айналасында секіреңдей берді. Арғы түбі көшпенді рухы оянып кеткен баланың қаны қайнаңқырап, таудың қырынан түскенде биенің мойнымен алға сырғанап түспеуге тырысып, оның жалынан қатты ұстап, жүгенді де кері тарта білді. Ал судың жағасына жеткенде тізгінді жіберіп, шамасы жеткенше биенің бүйірінің аяқтарымен қатты қағып жіберді. Бие мен құлыны осыны күткендей ерекше жұлқынып, секіріп, өзеннің қарама-қарсы тік жарына оңай шықты. Сағаттың ертелігіне қарамай, неткенде оны біреулер салт көрсін деп, бала үйіне дейін бірнеше шақырымды орталық көшемен өтуді шешті. Биенің тұяқтары асфальт тротуарға тигенде шыққан тықылы салт отырған балаға ғажап музыка сықылды естілген еді. Ол еңсесін көтеріңкіреп, атасының үйіне көше жағынан келді. Биенің биіктігінен секіруге сескеніп, бала қораның қабырғасына таянып, жерге әрең түсті. Биені орнына байлаған соң, бала үйге кіріп, ақырын атасының орнына отырды. Көп сөйлемейтін нағашы әжесі әдеттегідей үй шаруасын істеп жүрген. Бала ойын түйіп, әжесіне малдарды шығарғанын және үйге оралғанда биені сауға әкелгенін қуанып айтты. Әжесі өзінің үлкен, ашық қой түсті көздерінің қабақтарын көтеріп, немересіне таң қалып, қадала қарады. Сонан соң қораға шығып, байланып тұрған бие мен қасында ойнақтап секеңдеген құлынды көрген. Әжесі биені сауып, сүтін сүзіп, қымыз піспеге құйып болған соң, немересіне ауылдың сыйлы кісілерінің аттарын атап, түсте асқа шақырды. Бала аталған үйлерге дереу жүгіріп барып, оларды шақыра салды. Әже ақсақалының шұғыл іспен қалаға кеткенін қонақтарға жеткізді. Ал осыдан ке жинаудың себебі жиен немересінің өзі басы атқа отырып, енді жігіт болғаны белгісіне түсіндіріп, бірнеше әйелге күміс жүзіктерді сыйға тартты.
сол көңілді ұзақ отырыс қонақтар тарапынан балаға ақ баталармен аяқталды. Ақсақал үйге түнде оралып, асықпай намазын оқыды. Сонан соң жастыққа таянып, жатыңқырап, үндемей кемпірінің әңгімесін тыңдай, асын ішті. Өзінің бұйралау ақсақалын сипалап, немересін шақырып, үлкен қолдарымен оны қатты құшақтап алды. Дана ата немересінің басын иіскегенде сүйсінгенінен көзі жұмылып кететін. Одан кейін алақандарын жайып, жаратушыға шүкіршілік білдіріп, жалбарынды. Сол сәтте бала өмірде не көретінін әлі біле алмаған. Осы әңгімені мен 2012 жылы жазып едім. Қадірлі оқырман, сіздерге айтарым көп. Каналыма жазылыңыздар.